Халық қаһарманы Қасым Қайсеновтің естеліктерінен. Қадыр Мырзалидің иірім кітабынан үзінді. Желтоқсан оқиғасынан кейін бір күні маған Қасым ағамыз телефон соғып, сенімен жолыққым келет деді. Ол мені жазушылар одағында күтетін болды. Сол уәделі жерде кездестік. Оңаша бөлмелердің бірінде отырып сөйлестік. Әңгіме басталар-басталмастан ағамыздың еңкілдеп тұрып жыламасы бар ма? Неге? Не үшін? Не боп қалды? Түсінсем бұйырмасын. Қасеке деймін. Сабыр. Не боп қалды дедім, не істерімді білмей. Аямады ғой, аямады. Шырқыратып сабады ғой жастарды. Көрдім, өз көзіммен көрдім. Бәрінде. Бірақ дәрмен жоқ. Түк істей алмадым. Бүйткен партизандығын құрсын. Фашистердің өзі бұлай қорлай алмаған еді. Қорлатпаған еді. Бірақ бұлар қорлады. Біз бере алмасақ та жазасын Құдай берер. Сабыр Қасеке деп жұбаттым. Бұлар баяғыда бір рет өсіткен. Шаяхметов орнынан түскенде. Біраз тайраңдап едіңдер, бостандықтарың бітті осымен, бітті осылай. Қалбиттер деп сабаған шетімізден. Қасекең өксіп алды да кілт тоқтады. Содан кейін осын айтайын деп келдім. Ал қош бол бауырым деп шығып кетті. Бауыржан да, Рақымжан да о дүниеге арманда кетті. Одан кейін маған халық қаһарманы атағын берді. Мен сол атақты алғанда қуанды деп ойламаңдар. Халық қаһарманы белгісін кеудеме таққанда сыр бермей шыдадым. Үйге келдім да есікті бекітіп, оңашада отырдым да бір бокал коньякты ішіп алып жыладым. Қатты күйзелдім. Ана екеуін о дүниеге жіберіп, өзім тірі қалып, осыны награданы әдейі күткендей болдым. Өзімді солай сезіндім. Шынын айтқанда бұл жұлдыздың маған керегі жоқ еді. Маған партизан Қасым Қайсенов деген атақтың өзі жетеді. Кейін Рақымжанға халық қаһарманы атағын бергенде тағы да жыладым. Өйткені азда болса оның аруақ алдында арым тазарғандай болды. Біздің елге фашистер шабуыл жасап, жаугершілікке ұшырадық. Бәріміз де отан қорғауға аттандық. Біреудің қолынан аз келді, біреудің қолынан көп келді. Айтайық, біздің қолымыздан көп келген екен. Соны халқымызға, отанымызға сатуымыз керек педі. Не только алтын жұлдыз, не только орден медальдар беру, тіпті рахмет айтудың да қажеті жоқ. Біз өзіміздің азаматтық борышымызды атқардық. Айталық, баяғы бір кезде Бауыржан Момышұлына да, Рақымжан Қошқарбаевқа да батыр атағын беру керек деп жұрт айқайлап жүрді. Бірақ мен сонда көпшіліктің көзінше де, жиналыстарда да мына сөздерді қайталап айтумен болдым. Баукеңе, батыр атағының қажеті жоқ. Оны табиғаттың өзі батыр етіп жаратты. Халық солай деп қабылдаған. Мен де қартайып қалдым. Маған да ол атақтың керегі жоқ. Арамызда мына Рақымжанға берсе, әлі жас қой. Жасаған ерлігінің қызығын көріп тағып жүрсе, сол жарасар еді дейтінмін. Бауыржан тастай беріп қарағаштай қайыспайтын ерекше адам. Ол батырлығын да, генералдығын да ала алмады. Сол күйінде іштен тынып үндемей кетті. Ол еш уақытта еш жерде өкпе-назын айтпайтын. Ал ішіп алған кезде, ашуланған кезде Рақымжан шыдамай айтатын. Ол екеуміз өмірде бір-бірімізге жақын боп жақсы араластық. Мені жақсы көргенде Қасым аға дейтін. Ал көңілінен шықпасам қараю дейді. Мен тумысымда қатал емес едім. Жұртты аяқ шедім. Бала кезінде далада жас шыбық түнде қорқады ғой деп, ұйықтағанда қойныма алып жататынмын. Кісі өлтіретіндей қатыгездік менің бойымда жоқ секілдеді. Соғыс бізді қатыгездікке үйретті, тек тоятты. Атыста аяушылық болмайды екен. Соғыс заңы қатал. Жас кезде жасаған кейбір тентектігімді есіме аламын да ойланам. Осымен партизан болуға ыңғайланып туылған адам сияқтымын. Кім білет, менің өмірімнің ақыры ауыр болуы да мүмкін. Өйткені толыққан адам оның сазайын тарту керек шығар. Бір кезде мен өзімнің кітабымда неміс халқына үндеу жарияладым. Еңбекқор талантты неміс халқы,
Егер де менің қолымнан қаншер фашистерің қаза тапса, маған рахмет айтыңдар. Ал егер менің қолымнан байқаусызда, амалсыздан Гитлердің заңынан қорқып келген адал ұлдарым мерт болса, онда кешіріңдер. Мен оған кінәлі демеспін. Кінәлі Гитлер. Фашизм дегенім бар. Соңғы айтқаным. Мені біреулер роман повесть жазат деп жүр. Оның бәрі өтірік сөз. Мен романда, повесте, көркем әңгімеде жазған адам емеспін. Мен басымнан не кештім, өз қолыммен не істедім, өз ойымнан не өткіздім, соның бәрін фотоға түсіргендей, еске түскенде жазып жүрген адаммын. Сондықтан менің жазғандарымның бәрін бұрынғы партизан отряды командирінің басынан кешіргендері деп түсіну керек. Ұлы Отан соғысы кезінде партизандардың фашистерге қарсы қолданған әдіс-айласы деп ұғыну керек. Басымнан кешкен оқиғаларымның 70-80% енді жазылмайды. Менімен бірге о дүниеге кетеді. Оны жазбады деп оқырман қауымы маған өкпелей қоймас. Фашисі бар, отанға опасыз жасаған сатқыны бар, полицейлер бар. Өз қолыммен қанша адам өлтірдім. Тек мен қолы қанға боялған адаммын. Халық қаһарманы Қасым Қайсеновтың естелігінен.